Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай тез дайындалатын, уақытыңызды үнемдейтін таңғы ас дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды осындай ыдысымызға жарып алатын боламыз. Аздап укроп салыңыздар, немесе көкпияз, дәміне қарай тұз. Жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте нанымызды әдемілеп кесіп аламыз. Дайын жұмыртқамызға жақсылап малып, майымыз қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Екі жағында осылай аунатамыз. Өте дәмді болып шығады. Осылай. Екі жағында жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Ендігі кезекте 3 сосискамызды осылай бөліп аламыз. Сіздер өз отбасыларыңызда неше адам, соған қарай дайындайсыздар, мөлшерін көбейтесіздер. Осылай кесіп алдық, 3 бөлікке бөліп. Және де мен дайын куриный палочканы пайдаландым. Осылай қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз жақсылап. Екі жағында осылай қызартып әдемілеп қуырып аламыз. Біздің таңғы асымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, өз қалауларыңызға сай етіп әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Осылай мен әдемілеп салдым. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.